Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз бұл болады, яғни қатал тәртіп пен талаптың білім берудегі ең ұтымды механизмін ұсынады. Менің ойымша, тәртіп пен талап білім беруге өте керекті зат деп ойлаймын. Себебі тәртіп болған жерде білім де бар болатын. Бауыржан Момышұлымыздың айтқан сөзіндей, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Мысалға, бізде Япония, ақш елдерінде тәртіпті қатты ұстанады. Мысалға, олар мектеп формасы сақтанады, мұғалімге деген құрметті ұстанады. Сондықтан да менің ойымша, сол білім алған оқушылар кейін үлкен болып өскеннен кейін өзінің мемлекетіне өзінің септігін тигізіп жатыр. Солай олардың экономикасы дамыды деп ойлаймын. Менің ойымша, осы қатал тәртіп пен білім осы біздің Қазақстанымызға өте қатты керек деп ойлаймын. Бұл жерде мен сіздің сөзіңізбен мүлдем келіспеймін, себебі қатал тәртіптің ешқандай да маңызы, яғни керегі жоқ. Мысалы, қатал тәртіпті алатын болсам, солтүстік Кореяда қатал тәртіптің кесірінен адамдардың психологиясы бұзылып, және де олар артта қалып жатыр. Және егер де адамның, яғни балалардың тілін таба білетін болса, онда сондай қатал тәртіптің де қажеті болмайды. Егер де ұстаздар қатаңдықты қатты ұстанатын болса, яғни балаларға айғайлап, сондай зат жасайтын болса, онда балалардың психологиясы бұзылуы мүмкін, және де олар ұстаздарды өздеріне жақын санамайды. Яғни ұстаз екінші ана дейді ғой, сол үшін олар ұстаздарды өзіне жақын санамай, керісінше құбыжық көретін болады. Және осы арқылы баланың оқуға құлшынысы азаяды, және де олардың ұстаздарды құбыжық көретін болады, мектепке келуден қорқады деген сияқты. Яғни мемлекеттік тілдің арттыруын мен мынандай жолмен ұсынатын едім. Мысалға, бізде Өзбекстан және де басқа мемлекетке баратын болса, ол жақта сенің құжаттарыңа өзбек және де тілі өзбек деп жазып беретін болады. Және де сол елде жүргенде сен міндетті түрде өзбек тілін білуің керек сияқты. Ал бізде ондай заң жоқ. Әр адам қалаған тілінде сөйлеп кете береді. Менің ойымша, Қазақстан деген ел болғандықтан, бүкіліміз қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілінде үйрен. Осы менің ойымша, қазақ тіл мемлекетінде жүргендіктен тек қана қазақша сөйлеу керек. Мен сіздің айтқандарыңызбен келіспеймін. Яғни біз Қазақстанда көпұлтты мемлекет болғандықтан, басқа да көптеген тілдерде біздің мемлекет сөйлеуге болады. Әсіресе көп пайызы орыс тілі. Қазір 21-ші ғасыр болғандықтан әр тілді білген артық етпейді. Мысалы, біздің өзімізге сол басқа да тілдерді білген артық етпейді. Яғни, біз ертең өсеміз, өнеміз, мысалы, басқа мемлекеттерге оқуға түсуге барлық мүмкіндіктеріміз бар. Яғни, әрбір бала басқа мемлекетке барып, мысалы, Американы алатын болса, сол жаққа барып, оқуға түсіп, мықты маман иесі болғысы келеді. Бірақ та ол басқа мемлекетке барған кезде бізге сол мемлекеттің тілін білу керек болады. Бірақ ол кезде біз барлық мүмкіндіктер болғанмен біз ол мемлекеттің тілін білмейміз. Не істейміз? Егер біз өзімізге аудармашы жалдайтын болсақ, немесе смартфон арқылы өзімізді аударып отыратын болсақ, ол мүмкін емес, қате. Яғни, мысалы, біз ол жерде сабақ оқып отыратын болсақ, ұстаздың әрбір айтқан сөзін тура мағынада бәрін кез келген аудармашы да телефонда аударып бере алмайды. Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол іздеді. Бұл Ғабит Мүсіреповтің сөзі болатын. Егер де біз ана тілімізді ұмытатын болсақ, бұл мәңгүрттік болып саналады. Біз Қазақстан мемлекетінде тұрасың, Қазақстан мемлекетінде боласың, оның жерін басып, соның өнімдерін ішіп, жеп жүріп, неге сен басқа тілді үйренуің керексің? Алдымен өзіміздің ана тілімізді барынша дамытып, өзіміздің ана тілімізде сөйлей алмай жатқанда, өзге тілді араластырудың мүлде қажеті жоқ. Бұның барлығы мәңгүрттік болып аталады. Біз барлығымыз Қазақстан мемлекетінде тұрамыз, бәріміз қазақпыз, және де егер де сіз, мысалы, біз өзіміздің қанымызда бар тілмен сөйлеуіміз керек дейтін болсаңыз, басқа да, мысалы, өзбектер, мысалы, Түркияны алатын болсақ, бәріміз түркі тілдес халық болғандықтан, мысалы, бәріміз бір тілде сөйлеуіміз керек деген сияқты. Егер біз, сіз айтып отырсыз жаңағы, егер біз өзіміздің қазақ тілімізді ұмытпауымыз керек деп. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген атам қазақ. Менің ойымша да қазақ тілінде басқа тілдерді білген дұрыс. Ана тілің арың бол, ұятың болып тұр бетте.